алтын арнасында енді орысша сабақ бергеннен кейін мынау қазір орысша жазып та енді бәрімізге түсінікті деп ойлаймын. Осы мысалдың негізінде талқылау жүргізейік. Ол кісінің сабағы не экономика сабағы болу керек. Экономика негіздері сабағы. Қазір бір минут. Сабақтың тақырыбы бұл кісіге семейный бюджет, яғни семьялық бюджет. Сабақтың барысында оқушылар должны уметь анализировать доходы и расходы семейного бюджета. И екінші мақсаты сформировать навыки планирования и ведения семейного бюджета. Осы екінен алған. Енді келетін нәтижелер осындай. Ал не ретінде біздің курсымызға қатысты құзыреттіктер бойынша икемді құзыреттіктерден бұл кісі алып отыр. Аналитикалық дағдылар және аналитикалық дағдыларды алған қазір. Екіншісі решение проблем, яғни икемді құзыреттіліктерден мәселелерді шешу құзыреттілігі алған және аналитикалық дағдылар құзыреттілігін алған. Ал европалық құзыреттер шеңберінен бір дағдысын, яғни выявление возможностей, мүмкіндіктерді анықтау және 11-ші карточка бойынша проявление инициативы, яғни белсенділікті қосу болымы қалай болады. Сол мен 11-ші мен алған. Енді бұл жердегі ең мен айтайын деп отырған нәрсем, сабақтың барысында, осы сабақтың барысында алтын арнасына негізгі тақырыптық мақсаттарға екі дағдыны, екі құзыреттілікті дағды қалыптастыруды қосып отыр. Яғни осы екі құзыреттілікті қосу қалыптастыру үшін ол кісі осы екі карточкадағы көмектерді пайдалана отырып, екі сұрақты қойып отыр. Бірінші сұрақ, яғни E1 выявление возможностей, мүмкіндіктерді анықтауға қатысты сұрақ. Какие возможности для экономии вы можете выявить, анализируя структуру доходов и расходов семьи в течение месяца? Мұнда көріп отқандарыңыздай, бұл жерде бұл кісі нақты сабақтың мақсаттары мен құзыреттіліктерді дамыту сұрақтарын карточкадағы көмекті пайдалана отырып қалыптастырып отыр. Скаффолд карточкаларындағы құзыреттіліктерді қалыптастырудың негізгі құралы ретінде ол сіздер түсіндірулеріңіз керек. Ең негізгі құрал дұрыс, яғни сондай қажетті сіздер таңдап отырған құзыреттіктерді қалыптастыратындай дұрыс сұрақтар қоя білуіміз керек. Біз осыған ерекше назар аударуымыз керекпіз. Сонда анау карточкадағы көмекті пайдалана отырып, мынау семьяның бюджеттегі кірістер мен шығыстарды қалыптастыру, соларға анализ жасау міндетін шеше отырып, олар жағаға мүмкіндікті айқындау құзыреттілігін қалыптастырып отыр. Осы сұрақ арқылы сіздер негізгі
мәселе осыған көңіл бөліңіздер. Барлықтарыңыз не қылған, бірақ біздегі жаңағы біраз әріптестерімізде қателіктер кеткен, өте көп құзыреттіліктерді бір сабаққа алған. Яғни икемді құзыреттіліктерді төртеу икемді құзыреттіліктер алған, ал европалық құзыреттіліктер шеңберінде ол 7-8 құзыреттіліктерді алған. Яғни ол бір сабақтың ішінде ол мүмкін шығар, бірақ студенттер үшін де, педагог үшін де ол өте қиын болып кетеді. Сондықтан әр сабақта сіздер осыған көңіл бөлулеріңіз керек, сіздердің ертең тыңдаушыларыңыз да соған көңіл бөлу керек. Қолжетімді, яғни сол сабақтың шеңберінде ғана қол жеткізуге мүмкін болатын мақсаттарды қоюыңыз керек. Қолжетімді құзыреттерді сол сабақта қалыптастыруларыңыз керек. Өткенде мен айттым, бір пәнді кем дегенде 2 жыл береді, көбінесе стандартта. Сонда 2 жылдың ішінде сіздерде өте көп сабақ болады. Сол сабақтардың әрқайсысында сол сабақтың тақырыбының ерекшелігіне байланысты уже құзыреттіліктерді, ұсынылған құзыреттіліктерді ауыстырып отырасыздар. Сондықтан жаңағы нені осы құзыреттіліктерді қалыптастыру керек екен деп, бір сабақтың ішіне көптеген құзыреттіліктерді алып, ертең педагогта қиналып қалмау керек. Олар осыны нақты түсінулері керек. Бәрі қолжетімді болу керек. Бір сабақтың шеңберінде қолжетімді мақсаттарымызды қоюға ерекше көңіл бөлеміз. Бізде кешегі сабақтарымыздағы бәріміздің жіберіп жатқан кемшілігіміз, біз мақсатымыз шамадан тыс көп болып кетіп жатыр. Ертең оған қол жетілмей қалады. Міне екінші ненде сұрақ қойған, уже мынау жоспарлау, инициатива жасау, мәселені шешу Е11-ші құзырет бойынша. Оған мынандай сұрақ қояды. Как вы бы предложили изменить семейный бюджет, чтобы накопить на долгосрочную цель, не снижая качество жизни семьи? Яғни, отбасының тұрмыс сапасын кері әсерін тигізбей отырып, болашаққа қажетті қаржыны жинақтау үшін семьялық бюджетті қалай өзгертуге болады деген нақты тапсырма қою арқылы студенттердің бойында мынау құзыреттілікті қалыптастырып отыр. Яғни бұл жердегі сабақтың мақсаты мен құзыреттілікті қалыптастыруға қажетті мақсат бір-біріне сай келуінде ғана. Осыған көңіл бөлулеріңіз керек. Және оған деген көмекті сіздер басқа жақтан іздемеулеріңіз керек. Сол нақты сіз таңдап отырған карточканың шеңберінде іздеулеріңіз керек. Ол жерде сіздерге нақты көмектер беріліп отыр. Енді сабақтың барысында көптеген ресурстарды қолдануға болады ғой, бірақ біздің курсымыздың тақырыбының өзі сол болып отыр. Карточкаларын пайдалана отырып, құзыреттілікке бағытталған сабақтарды жоспарлау. Яғни бұл біз осы курстың аясында скаффолд карточкаларын дұрыс пайдалануды үйретуіміз керек. Қысқаша осы сұрақтарыңыз бар ма? Енді не жерде мен көріп шыққан нелердің ішінде көп нелеріңізді көп тренерлердің мысалдарын келтіруге болады, бірақ қысқа нақты болғаннан кейін осы алтын арнасынан мысалын алып отырмын. Және екінші мен алдым, ол Тойындық Молдағалиқызының несін мысалын алып отырмын. Себебі ол кісі неге жалпы жоспарға сай кіргізген екен. Жазира Амангелдиевна ол кісінің несін қойыңызшы. Екінші мысал, екінші кейс. Экран көрінді ме, әріптестер? Иә, көрініп тұр. Жазира, астында бір қоңыр тұр ма, төртбұрыш тұр, алып тастаңызшы.
Қазір 10 минуттан кейін Zoom бітеді, әріптестер, қайта қосыларсыздар осы ссылкамен. Алынды ма? Жоқ, алынған жоқ. Алынған жоқ. А. Алынды. Үстіне кеткен Жазира ханым. Бұл кісінің пәні қазақ тілі мен әдебиеті пәні болып тұр. Сабақтың тақырыбы Ыбырай Алтынсарин мен Қыпшақ Сейітұлы әңгімесін талдау арқылы әңгіме жанрын оқыту жолдарын игерту дейді. Жалпы мақсат осындай мақсат қойып отыр, Қыпшақ Сейітұлы әңгімесін оқыту жолдары деген тақырыпта. Яғни әңгімені талдау арқылы әңгіме жанрын оқыту жолдарын игерту. Яғни бұл пәндік мақсат. Екінші мақсат ол білім алушыларды еңбекке баулый отырып, сыни тұрғысынан ойлау қабілетін арттырып отыр. Яғни жаңа біз айтылып отқан икемді 7 құзыреттің ішінен бұл кісі сыни тұрғыдан ойлау қабілетін арттыру, яғни сыни тұрғыдан ойлау құзыретін дамытуды мақсат етіп отыр. Міне осы екі нені. Жалпы жаңағы 130-шы приказға сәйкес несін бәрін приказның ұсынылған сабақ жоспарының несіне салынған немен 90 минутта нені қойып отыр. Енді бұл жерде де айтып отырған нәрсе нақты сыни тұрғысынан ойлауға қажет бағыттайтын құзырет, сондай құзыреттер қалыптасуға бағыттайтын тапсырмалар дайындауында. И ол тапсырмаларды дайындау барысында Тойындық Молдақызы карточкаларды пайдаланып, карточкалардағы көмектерді пайдаланып, сондай топтық жұмыстар ұйымдастырған. Міне жерде қалыптастырылатын құзыреттер, ол сын тұрғыдан ойлау құзыреті, икемді құзыреттердің несінде көріп тұрсыздар, қалыптастырылатын құзыреттер. Оның ішінде Европалық құзыреттер шеңберінде ақпараттық пен мазмұндық іздеу, ол жаңағы нені өздері тауып, өздері оқиды мәтінді. И неден IT құзыреттіліктерін қалыптастыру арқылы. И және тапсырмалары E15 тәжірибе арқылы білім алу құзыреттілігін таңдап отыр. Мұнаны әр педагог оның өзінің жеке шеберлігіне байланысты. Ол қаншалықты осы технологияны терең түсінсе, соншалықты ол құзыреттерді қалыптастыруда дұрыс құзыреттіліктерді таңдай біледі. Міне осы нені мен сіздерге мысал ретінде түсініп отырмын. Яғни олар мынау нені, яғни екі нәрсені сол үшінші нәрсемен байланыстыру. Пәндік міндеттер, пәндік мақсаттар, құзыреттілікті дамытуға бағдарланған мақсаттар, ол сол нақты карточкадағы берілген көмектерді осы сабаққа икемдеу арқылы жүргізілу керек. Міне сіздердің ең басты тыңдаушыларыңызға түсіндіретін, ұстанатын негізгі ойларыңыз осы идеяның арасында жүру керек. Жалпы жаңағы нені осы немен алуға болады, осы стандартпен алуға болады. Мен айтып отырмын, барлықтарыңыздың көріп тексеріп шықтым. Мына кісілердікі қысқа неге ойлары неге келгендіктен, енді осы кісілердің несін кейстарын сіздерге түсініп отырмын. Жаңағы жерде кейбір әріптестерімнен көрген кемшілік, ол бір сабаққа өте көп құзыреттіліктерді мақсат ретінде алуы. Содан сіздер сабақ алып, соны нақты сіздердің сол сабақта игеруі мүмкін ғана құзыреттіліктерді таңдасаңыздар деп ұсыныс айтамын. Қазір мен Жазира, Тыңдап тұрмын, айта беріңіз. сізге мен тағы бір не жіберейін. Жақсы.
Соны неге шығарсаңыз. Хорошо. Мынау нелер бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ, түсінікті барлығы. Кім осы мені өзінің несімен қысқа ғана қорытындылап бере алады осы айтылған ойды? Тағы да бір рет. Кез келгеніңіз по желанию. Қысқа ғана осы ойды. Әріптестер. Сәлеметсіздер ме? Бауыржан ағайым, болады ма екен? Менің түсінгенім бойынша, яғни біз мұғалімдерге ұсынған кезде сабақта қалыптастыратын икемді құзырет біреу. Біреу. Иә? Ары кетсе екеу. Ары кетсе екеу. Сол икемді құзыреттерге қатысты біз европалық жаңағы ұсынылып отырған төрт жаңағы бөлім. Құзыреттер шеңбері ұсынылды. Құзыреттер шеңберінен төрт деңгейден жаңағы төрт топтың ішінен икемді құзыретке қатысын таңдап аламыз. Соған қатысты тапсырмаларды әзірлейміз. Сабақтың мақсаты тапсырма икемді құзыреттердің жаңағы мазмұнын ашатын болу керек. Тапсырманы жазғанда да, тапсырманы жасағанда да именно сол құзыреттерге бағыттауымыз керек. Солай ғой? Солай. Рахмет. Рахмет. Өте дұрыс. Жазира Мәңгелдиевна келтірсін. Әріптестер, көрінді ме экран? Үлкейтіңізші. Да, скиньте, пожалуйста, все, пожалуйста. Мен қазір оценочный лист осыны ұсынам енді орысша несі. Как не ретінде ертең осыны қолданасыздар. Енді біздің барлығымыз педсоветпен енді мен ойлаймын барлық колледжде бекітіп болған шығар, бізде сабақ жоспары 130-ші бұйрықтың негізінде берілген үлгі бойынша жасалынады. Сондықтан ол үлгіні олар сақтайды. Сол жоспар бойынша олар сабақты жоспарлай береді. Бірақ сол жоспарға мынау скаффолд құралдарын пайдалана отырып құзыреттілікке бағытталған сабақ жоспарлауда мынау нені пайдаланып, екеуін осыны қосымша пайдалансақ, біз жаңағы неміз дұрыс рәсімделеді деген ойдамын. Яғни не жерде қазір барлығының айтылып отыр ғой, көрініп тұрсыздар. Тапсырмалар, карта скаффолдтан, скаффолдтың карточкалары, бағалау әдістері, оқыту әдістері және бағалау әдістері. Мен не жерден сәл үлкейтіңізші. Сәл. Мен мынау екі үстіндегі екі карточка, ол сквозные компетенции, яғни икемді құзыреттер. Оның астында тұрған, яғни төрт жаңағы европалық құзыреттер компетенциясы. Мына жерде көрсетіліп отырған схема сіздерге үлгі болу керек. Яғни бірінші икемді құзыреттерді таңдайсыздар да, сол икемді құзыреттерге сай келетін төрт құзыреттердің ішінен өздеріңіз дұрыс деген құзыреттіліктерді таңдап аласыздар. Енді мынау цифрлық құзыреттіліктер. Обмен информацией с помощью цифровых технологий. Сотрудничество в цифровом формате. Көріп отырсыздар ма? Барлықтары дескрипторлар ретінде мыналарды көрсетіп отыр сіздерге.